Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін өзекті тақырыптардың бірі алаяқтықтан қорғану мәселесін қозғаймыз. Осы бейненің соңында алаяқтықтан қорғану туралы 3 құнды кеңес береміз. Бүгін бізбен бірге Кейсел компаниясының алаяқтыққа қарсы жұмыс тобының маманы Жақсылық Ғалымжанов. Саламатсыз ба? Жақсылық алаяқтықты анықтауға, оның алдын алуға және абоненттердің мүддесін қорғауға тікелей қатысады. Уақыт тауып келгеніңіз үшін көп рахмет. Жақсылық, алаяқтыққа қарсы күрес дегеніміз не? Қарапайым тілмен айтқанда, біз оператордың иммундық жүйесіміз. Қолданушылардың қоңырауларын бұзып кіру немесе алаяқтардың қоңырауларын және спам смс-тарын бұғаттай аламыз. Біздің командамыз сол жұмыспен айналысады. Неліктен бұл тақырып қазір өзекті? Өйткені қазіргі уақытта бәріміз цифрға өтіп жатыр, цифрлық заман. Сол себептен қазіргі уақытта біздің номеріміз жай ғана қоңырауға ғана қолданбайды, ол біздің мессенджердің кілті, банктің кілті болып келеді. Сол себептен алаяқтар әр әдістерін ұлғайып жатыр. Сол кілтті өзіне алу үшін. Сол себептен қорғаныс өте маңызды. Сіздің көмегіңіз нақты неде? Қорғаныс. Ең бастысы алаяқтардың қоңырауларын сізге түспей тұрып бұғаттаймыз. Сонымен қатар смс-кодтар жіберілген сұралынған қағып аламыз, оларға жеткізбей. Тек сіз ғана алатындай. Сол арқылы сіздің ақшаңыз және жеке жүйеңізді қорғаймыз. Ең жиі таралған алаяқтық түрлерін айтып бересіз бе? Біріншіден ол социалдық инженерия. Ол қоңыраулар қызметкерлерін, банк қызметкерлерін немесе қолдау орталығының қызметкерлері, сол кісілердің қоңыраулары және сол кісілер дегенде алаяқтар. Және сонымен қатар дипфейк қоңыраулар, ол арқылы дауыстарын өзгертіп қоңырау шалады. Екіншісі инвестициялық ұсыныстар. Акцияға ақша салып, тиім пайда алу үшін. Тиімді акциялар алу үшін солай хабарласады. Үшіншісі ол жалған веб-сайттардың ссылкаларын жіберіп тұрады смс арқылы. Ол фишинг деп аталады. Осы ең таралған 3 әдісі алаяқтардың. Мұндай схемаларды анықтауда кім көбірек рөл атқарады? Жұмыстың 90%-ын автомат және машина оқыту арқылы орындалады. Бірақ машинаға ережелерді енгізетін бізбіз. Өйткені алаяқтардың мінез құлқы өзгеріп тұрады. Соны біз енгізіп және ертеңгі күні оны анықтауға себепкер болып келеміз. Сондықтан біздің жұмысымыз өте маңызды. Жауап беру жылдамдығы қандай? Миллисекундта. Өйткені ол уақыттан асырсақ, ол қоңырау өткетуі мүмкін. Сол себептен миллисекундтың ішінде миллиондаған қоңыраулар бірден қарастырылады және уақытылы бұғаттылады. Одан асырған уақытта ол сіздің ақшаңыз және жеке ақпаратыңыз алаяқтарға түсуі мүмкін. Жүйені үнемі жаңартып отыру керек пе? Әрине. Күнделікті жұмыс атқарылады. Алаяқтар күнде өзгертіп жатыр өз әдістерін. Біз бір жерді жапсақ, екінші жері ашылады. Сол арқылы ақпаратты алатын болады. Сол себептен бұл тоқтамайтын жарыс. Бұл біздің экожүйеміз үшін неге маңызды? Телекоммуникация ол тұғыр. Егер адамдар ертең күні смс-терге әлде қоңырауларға сенімді жоғалтса, ол көп нәрселерге әсерін береді. Банк операциялары смс-кодтарға және басқасына әсерін береді. Сол себептен біз цифрлық ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Жақсылық, алаяқтыққа қарсы 3 маңызды кеңес беріңізші. Ең біріншісі ол сыни ойлау. Егер қоңырау сізде қорқыныш немесе қуаныш сезімдері болатса, ол 90% алаяқтық. Тұтқаны қойып, ресми номеріне қайттан хабарласыңыз. Сол мекеменің ресми номеріне. Екіншісі ол смс-кодтарды ешкімде ешқашан айтуға болмайды. Үшіншісі ол өз ұялы телефондарыңыздың мүмкіндігін қолдану. Белгісіз номерлердің қоңырауын қабылдамау және мессенджерлардың аутентификациясын қосу. Жақсылық, сұхбатқа келіп егжей-тегжейлі жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Алаяқтыққа қарсы сіздердің жұмыстарыңыз туралы білу біз үшін өте маңызды және құнды болды. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Бізбен бірге соңына шейін болып, барлық ақпаратты тыңдаған көрермендерімізге көп рахмет. Келесі кездескенше.